Әдеттегідей сол Риядус-Солихин ізгілердің бақшалары атты кітабымызды жалғастырамыз. Имам Ан-Науави жазған кітабы. Келген жеріміз әке-шешеге, туыстарға, олардың таныстарына, достарымызға жақсылық жасау жайында, құрмет көрсету жайында. Бисмилlah. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها. Айша анамыз айтады, енді білеміз, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның бірнеше жұбайы болған. Сол Айша анамыз айтады, мен ешқандай бір пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның бір байын алайшысын бір оларға қызғанбадым дейді. Ешкімді қызғанбадым дейді. Пайғамбарды ешқандай әйелге қызғанбадым дейді. Ешқандай жұбайларына. Тек Хадиша анамыздан басқасы дейді. Хадиша бір қызғанғаным бар дейді. Ама руайтуха қат, бірақ мен оны еш көрмедім дейді. Өйткені Хадижа радиаллаху анха қайтыс болғаннан кейін ғана пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Айша анамызға үйленеді. Және де Хадиша анамыз білеміз, жасы ұлғайған кісі еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан бір 15 жас үлкен кісі еді, жоқ дегенде. Ал елші 25-те болғанда ол кісі бір 40-танда болған үйленген кезде. Валакин кана юксиру зикраха, бірақ алайшысы саллаллаху алейхи уассалам оны көп еске алатын дейді. Яғни ол кісі дүниеден өтіп кетті, бірақ бәрібір оны көп еске алатын дейді. وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. Кейде дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір керек болса бір қой бауыздап, сөйтіп оны бірнеше бөліктерге бөліп, сөйтіп Хадиша анамыздың таныстарына жіберетін дейді. Таныстарына жіберетін кезінде. Кейде мен оған фаруббама культу лаху бейдеп айтатын дейді. Кейде алайшысына кааллам якун фи дунья имратун илля Хадижа. Бейне бір бұл әлемде Хадишадан басқа бір әйел жоқ сияқты сізге дейді. Соншалықты оны құрметтейсіз, еске аласыз, керек болса жақындарын да құрметтейсіз. Фаяқулу иннаха канат ва канат ва кана ли минха валад. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Хадиша анамызды еске алып, ол осындай еді, мындай еді деген сияқты. Былай деп айтатын еді деп үлкен кісілер еске алып жатады ғой. Мысалы кейде бір туыстарын, достарын, немесе әкелерін осындай еді, мынандай еді деген сияқты. Алайхи саллаллаху алейхи уассалам солай Хадиша анамызды осындай қасиетті бар еді, былай жасайтын еді деп еске алып, вакана ли минха валад, және мен одан бала сүйдім деп айтқан еді. Өйткені шынымен де пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Ибрахим баласынан басқасын барлығын осы Хадиша анамыздан сүйді. Сондықтан да пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ерекше құрметтейтін. Басқа хадистерде алайшысы бәрі маған қарсы шығып, менен теріс бұрылғанда ол маған жәрдемші болды, ол маған қолдау көрсетті деп еске алатындар Хадиша анамыз. Және Хадиша анамыз ең бірінші осы дүниедегі мұсылман адам Хадиша анамыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам иман етіп, ол кісіні қолдап, сіз Жәбраил періштені көрдіңіз, менің жаңа нағашы жақтан туысым бар, Уарақа деген Ибн Науфал, сол кісіге апарайын, ол кісі осындайларды біледі деп, сол кісі апарды Хадиша анамыз. Сондықтан да пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бұл не аманат. Ол кісі тіпті Хадиша анамыз қайтыс болғаннан кейін бұны ұмытпаған да, еске алатын, жақсы еске алатын. Ол кісінің тіпті таныстарын құрметтейтін. Осындай шынайы махаббат деген сондай ғой негізі. Шынайы махаббат деген тек қана жақсы көремін осылай айтып, бірақ іс-әрекет болмаса, ол не махаббат? Не шынайы махаббат, тіпті көзі тірісі кезінде де, қайтыс болған кезде де пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не ұмытпаған. Демек, осылайша Алла кісі өз жұбайын құрметтеді. Өйткені бұл негізі бөлім әке-шешені құрметтеу, таныстарды, жолдастарды құрметтеу және жұбайын құрметтеу деген мәселе бар. Бұл хадис бейне бір имам Науави жұбайын құрметтеу керек. Дінімізде ер кісі өз жұбайын сыйласа, оны құрметтесе, бұл сауапты іс-әрекет. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сүннетте екенін бізге бір көрсетіп жатыр. Жақсы. Басқа бір хадисте тура осы Хадиша анамызға қатысты фи ривая қалат истазанат халату бинту Хувейлид ухту Хадижата аля Расулиллахи саллаллаху алейхи уассалам фаарафа истизана Хадижа. Хадиша анамыздың
бір әпкесі келіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға кірмекші болып рұқсат сұрайды екен. Хадиша анамыздың туысы былай айтқанда әпкесі келіп кіргісі келеді екен. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ол кісінің рұқсат сұраған естіп бірден қуанып кетеді екен. Бірден Хадиша анамыздың рұқсат сұрауын танып қойған еді дейді. Яғни Хадиша анамыздың енді әпкесі ғой, ұқсас сөйлеуі, мәнері, жүрістері немесе бір іс-әрекеттері ұқсайды. Сол бірден рұқсат сұраған кезде Хадиша анамызды еске алып, бірден сол ол кісінің қасиеттерін еске алып, фартаха лизалика фақул, қатты қуанып былай деп айтты дейді: Аллахумма халата бинту Хувейлид, бұл келіп жатқан Халя депті. Хувейлидтің қызы Халя келді, яғни Хадишаның әпкесі келді деп бірден таныды. Демек бұл жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тағы да қатты қуанғанын көреміз. Оған мән беріп, мүмкін бір өтініш болған шығар, сол нәрсені тыңдауға әрбен, яғни тыңдауға кірісіп кетті, шаруасын шешуге тырысты Аллаһ саллаллаху алейхи вассалам. Демекші, былай қарайтын болсақ, тек қана адамның өзіне емес, демек әке-шешеміздің, жұбайымыздың немесе бір жақынымыздың тек қана өзін құрметтеу емес, оның таныстарын да, жақсы көрген кісілерін, туыстарын құрметтеу, ол да пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүннеті екен. Осылайша біз көрдік қалайша Аллаһ саллаллаху алейхи вассалам адамды ұмытпайтын жайында. Бізде кейде сондай болады ғой, қазақ айтады ғой, не дейді жаңағы сондай бір сөздерді, қатты өлсең топырақсың дейді, болды. Адамдар сені ұмытады деген сөз ғой. Бірақ шынайы енді дұрыс, кейбір таныстарымыз қайтыс болуы мүмкін, ұмытып кетуіміз мүмкін, мысалы, естен шығып кетуі мүмкін. Бірақ кейбір кісілер болады, оларды ұмытуға болмайды. Әке-шешеміз сияқты, жақын туыстарымыз сияқты, жұбайымыз сияқты, оларды ұмытуға болмайды. Оларға Құран бағыштап тұру керек, оларға садақа беріп тұру керек, оларды еске алып отыру керек деген сияқты ғой. Бұл аманатқа бір мұсылманға бір жараспайтын істі, бір қиянат жасаған сияқты да. Қаншама бірге болып, кейін қайтыс болған кезде ұмыту, бұл енді мұсылманға жараспайтын іс екен. Және де тағы да бір айта кететін жайт, құрметті жамағат, бұл дініміздегі білім талап ету маңызды. Жалпы мұсылман адам білімді болуға тырысу керек. Ол өзіміздің әрине бірінші Алланы тану, ғибадат құлшылық жасау, тура солай қандай да бір кәсіптің көзін ашып, кәсіпті бір біліп үйреніп, ол да дініміздің бір талабы, ол да бір пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннеті. Алла субхану ва тағала Құран кәрімде ярфаиллаху лазина аману ва лазина утул илма даражат. Аминкум ва лазина утул илма даражат. Сіздердің ішіндегі иман еткендерін және білім берілгендерді Алла тағала ерекше көтереді дейді, дәрежелерін көтереді. Шынымен де былай қарайтын болсақ, біз ғалымдарды жақсы танимыз. Мысалы, имам Абу Ханифаның бәріміз білеміз, дұрыс па? Имам Науави деп айтып жатырмыз, имам Шафии деп айтып жатырмыз. Әл-Фарабиіміз бар, Шәкәрім атамыз бар, Абай атамыз бар деген сияқты ғой. Оларды білеміз біз бәріміз, естігенбіз. Бірақ сол уақытта, мысалы, имам Абу Ханифаның кезінде кім басшы болды, кім уәзір болды, білмеуіміз мүмкін біз. Мысалы, бірақ ғалымдарды білеміз, Алла тағала осылай көтереді. Тура солай кәсіптің көзінде мұсылман адам білу керек. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір сөзінде негізгі парыздан кейін тағы да бір міндет бар, ол адал кәсіп үйрену да. Өйткені біз тіпті намаз оқу үшін де әуре терін жабу керек, ол киім ғой. Ол киімді кию үшін адам не істеу керек? Табыс салу керек. Дәрет алу үшін де су керек, су да тегін емес та мысалы. Оның барлығы да не демек? Кәсіп арқылы. Демек біз адал кәсіп, ол ең жақсы іс. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам адам баласы өз қолымен тапқан кәсібінен артық бір жақсы бір рызық таппайды, артық бір одан адал нәрсе ішпейді деген сияқты сөздер айтқан. Сондықтан да біз адал кәсіппен шұғылдануға тырысайық, білім алуға тырысайық. Алхамдулиллахи роббил аламин. Раббана зидна илман нафиа ва ризқан тойба амал мутақаббал амин. Аллаху акбар.